Сразу отправьте, я как вас найду потом? Как я вас найду? Екеуміз балдарыңызды сиденің үстіне аяқ киіммен шығарасыздар. Тала болса балшық бүгін да, мысалы погода. Инстаграмда, тиктокта көп көріп қаламыз, баталар салып атады, мен алмай кетті деп баламмен деп. Сосын комментария кірсең бәрі таксистер анау мынау деп әңгіме айтып атады да. Тек қана таксистер кінәлі емес, балдарыңыз өйстіп аяқ киіммен үстінен шығып алады, сосын бізбен рөлге жағаласып барам дегенше сенің мойныңа мініп, мамасы осы ары қойып тұрады. Өздері телефон шұқылап отырады, егер замещение жасасаң, ертесіне рейтингін құлайды, конфликт болып. Әй жерде мен білдім, уже артты мал орағып жүрген, келесі заказ келіп түсті маған. Соны алмас үшін интернеттағы жатып, принтті басқан тұғым. Нет интернета. Міне доказательство, что екінші заказ сен заказда кезде бере береді. Сосын алдында айтқан тұғым көбісі. Сен заказда болсаң, екінші заказ қалай алдың деп. 45 минут жүріп келдік, начало Сейфуллинадан Албайханаға келді, бірақ енді төлегенде қылды, бірақ төлемеген, багажникті ашып неғаннан қарадым, ақша түспеген. Асы шеруде көп шығарда болып тұғын. Қағыз, бір минут кетеміз, төлеп бересің, алып жерсің. Нет, сразу отправьте, я как вас найду потом? Как я вас найду? Сейчас я туда тогда стану. Жаңағы заказ, уже екінші заказ менде уже опоздание кетіп жатыр. Мына кісілер әлі төлеген жоқ, күтіп отырмын. Рейтингі 481 клиент алсаң, осындай болады екен. Енді бары жіберді. Клиенттер суммасы қанша болды дегесін интернетті қосып жіберген. Енді ол заказ отмена болмай қалған. Ол клиентке звондап отмена жаса десең, клиенттер білем көтін керіп қалатын. Сосын айтқан жоғым, машинам тазалай бердім. Өздері отмена беріпті уже. Алдағы уақытта әйелдер салып атқан видеоларды көрсеңіздер, мені алмай кетті такси деп, осы видеоны еске аларсыздар. Оның барлығына таксилер ғана кінәлі емес, клиенттің өздері кінәлі. Сол үшін дұрыстап ойланайық.